Ертеде теңіз жағалауындағы шағын ауылда балықшы Айбар деген жігіт өмір сүріпті. Айбар батылда мерген, теңізге жалғыз шығып күн сайын мол олжамен қайтып отырған. Бір күні теңіз толқыны қатты болып, аспанды қара бұлт торлап, дауыл тұрып кетеді. Айбардың қайығы бағытынан адасып, ашық теңізге шығып кетеді. Күндер өтіп азығы таусылғанда көкжиектен тұман арасынан жасыл арал көрінеді. Айбар қуанып қайығын соған қарай бағыттайды. Арал әдемі еді, биік пальмалар, құстардың дауысы, мөлдір бұлақтар. Бірақ арал тым-тыныш, тіршілік аз сияқты көрінеді. Кешке қарай алыстан адамдардың ән айтқан дауысы естілді. Айбар оларды көру үшін тығылып барып қараса, үлкен алаңда от жағып, айналасында жартылай жалаңаш адамдар билеп жүр. Қолдарында сүйек, қыш ыдыстар бар. Оттың ортасында адам сүйектері көрініп тұрды. Айбар шошып кетті, бұл адам жегіш тайпа екен. Тайпа көсемі, дәу денелі, беті татуировкалы, басында қауырсындар таққан адам еді. Ол барлығына белгі беріп, жаңа құрбандық әкелуді бұйырды. Бірнеше аңшы орманға кіріп кетті. Айбар дереу тығылып таң атқанша күтті. Таңертең ол тайпаның ауылын бақылап жүріп, бір қызық нәрсеге көзі түсті. Тайпаның ішінде бір жас қыз бар екен. Айбар оған жақындап, сыбырлап сөйлесіп көрді. Қыздың аты Лана, ол Айбарға тайпа туралы айтты. Бұл аралдан ешкім кетпейді. Келген бөтен адам міндетті түрде құрбандыққа шалынады. Бірақ егер сен менімен бірге қашсаң, біз аман қалуымыз мүмкін. Айбар келісіп қашу жоспарын жасады. Бірақ бұл оңай емес еді, тайпа түнде де күзет қояды, ал теңіз жағалауы жартасты. Келесі түнде Айбар мен Лана қашпақ болып, тайпаның қасиетті үңгіріне кіріп кетті. Бұл үңгірде ежелгі суреттер, сүйектер және алтыннан жасалған маскалар бар екен. Бірақ оларды тайпа көсемінің өзі ұстап алды. Айбар мен Лананы ұстап алған соң, тайпа көсемі оларды үлкен алаңға алып шықты. Барлық тайпалылар жиналып, от жағып, билеп ұрандатты. Көсем тас пышақты алып, Айбардың қасына келді де: "Сен бөтенсің. Біздің аралдың заңын бұздың. Бірақ біз ежелгі дәстүр бойынша саған таңдау береміз" деді. Көсем қолын көкке көтеріп 3 саусақ көрсетті. Бір қасиетті аңды аулау сынағы, джунглидегі қан пумасын ұстап әкелу. 2 бөлім алаңы, найза ұстап тайпа жауынгерлерімен жекпе-жекке шығу. 3 өлім оты, құрбандыққа шалынып денең тайпа рухтарына ұсыну. Айбар ойланып қалды. Лана оған сыбырлап: "Бірінші сынақты таңда. Қан пумасын ешкім бұрын тірідей ұстап көрген жоқ. Бірақ мен джунглиді жақсы білемін, саған көмектесемін" деді. Айбар бірінші таңдауды айтты. Тайпа қуанып барабандар ұрды. Келесі күні таң ата көсем оларға бір күн уақыт берді. Егер күн батарда қайтып келмесе, тайпа оларды істеп тірі қалдырмайды. Айбар мен Лана джунглиге кірді. Онда ғажайып құстар, улы жыландар, алып өрмекшілер бар еді. Түнде олар биік ағаштың басына шығып, от жағып отырды. Лана Айбарға аралдың құпиясын айтты. Бұл тайпа бұрын теңіз қарақшыларының тұқымы. Олар ұрылар, қашқындар еді. 100 жыл бұрын осы аралға келіп, адамдарды құрбандыққа шалуды бастады. Бұл дәстүрді тоқтатқысы келгендердің бәрі жоғалып кеткен. Кенет орман іші сыбдырлады. Қараңғыда 2 жасыл көз жарқырап тұрды. Бұл қан пумасы. Ол үнсіз жақындап келіп секіруге дайын тұрды. Айбар қолына найза алды. Бірақ Лана сыбырлады: "Оны өлтірме. Бұл жануарды қасиетті рухтар күзетеді." Айбар қақпан құрып, пуманы тірідей ұстап алмақ болды. Ұзақ айқастан кейін олар оны арқанмен байлап, таң атқанда тайпаға алып келді. Тайпа пуманы көріп тізерлеп құлады. Бұл олар үшін киелі аң еді. Көсем Айбарға қарап: "Сен батырсың. Бұған дейін ешкім мұны жасамаған. Енді сен біздің тайпаның бір мүшесісің" деді. Айбар қуанды, бірақ Лана үрейленіп тұрды. Ол сыбырлап: "Егер сен тайпаға қосылсаң, ешқашан аралдан кете алмайсың. Олар сені көсемнің мұрагері еткісі келеді." Айбар ойланып қалды. Тайпа оған алтын маска, найза беріп құрмет көрсетті.
Бірақ түнде Лана екеуі құпия келісім жасады, олар таң атпай тұрып теңізге қашып кетуі тиіс. Түнде олар көсемнің қайығын ұрлап теңізге шықты. Бірақ тайпа олардың қашқанын біліп, от жағып, барабандар соғып, артынан бірнеше қайықпен қуды. Толқын қатты болып, найзағай ойнап тұрды. Айбар бар күшімен ескекті қозғап Ланаға: "Біз аман қаламыз", деді. Кенет арттан көсемнің қайығы жақындады. Көсем найза лақтырып Айбардың иығына тиді. Лана айқайлап қайықты теңіз ағысына бұрды. Толқын оларды алыстатып әкетті. Таңертең Айбар есін жиғанда, олар белгісіз жағалауда екен. Артта арал көрінбейді. Бірақ теңізде алыстан тайпаның қайықтары көрініп тұр, олар әлі де істеп жүр. Айбар мен Лана оянғанда жағалаудағы құмда жатыр еді. Айбардың иығы қанап тұрды, бірақ Лана жапырақпен таңып қойды. Олар алыстағы теңізде қара ноқаттай ғана болып көрінген қайықтарға қарап отырды. Тайпа олардың ізіне түсіп келеді. "Біз бұлай кете алмаймыз", деді Лана. "Олар бізді тапқанша басқа аралға жасырынуымыз керек." Айбар теңізге қарап, алыстан биік жартасы бар екінші аралды көрді. Олар қайыққа отырып солай беттеді. Бұл арал біріншіге қарағанда қорқынышты еді. Үнсіздік, ағаштардың бәрі қисайып, от күйесіне боялғандай қара. Тіпті құстар да сайрамайды. Олар жағалаудан ұзай бергенде, тастың үстінде тас мүсіндерді көрді, адамның басы, қолы, аңдардың сүйектерімен араласқан қорқынышты бейнелер. "Бұл арал қарғыс атқан", деді Лана. "Бұрын біздің тайпадан бөлініп кеткен бір бөлігі осында қоныстанып, қанға тоймай кеткен. Ай сайын олар басқа аралдардан адам ұстап әкеліп Құдайға құрбандық жасайтын." Кенет ағаш арасынан бір топ адам шығып, оларды қоршап алды. Бұлар да адам жегіштер еді, бірақ түрлері бұрынғысынан да сұсты, денелері қызыл бояумен сызылған, бастарында жануарлардың бас сүйектері, қолдарында найза мен шоқпар. Айбарды да Лананы да байлап үңгірге алып кетті. Үңгір ішінде тас тақтаға қан тамшылары қатып қалған. Айналада күйген сүйектер шашылып жатыр. Тайпа көсемі, қарт, ұзын сақалды адам Айбарға қарап: "Сен біздің аралға өз аяғыңмен келдің. Енді сен біздің Құдайға ұсынылуың керек", деді. Лана жылап жіберді. Бірақ Айбар берілмеді. "Егер мен сендердің құдайларыңның алдына шықсам, онда маған өзімді қорғауға мүмкіндік беріңдер." Көсем ойланып тұрып қалды да келісті. Келесі күні таң ата тайпа Айбарды үлкен алаңға алып шықты. Ортасында тас шеңбер, айналасында найза ұстаған 10 шақты жауынгер тұрды. Егер Айбар тірі қалса, ол бостандық алады. Шайқас басталды. Айбар найзаны лақтырып бірінші жауынгерді құлатты. Бірақ қалғандары оны жан-жақтан қоршады. Лана сырттан қарап, жасырын түрде арқанды тастады. Айбар соңғы сәтте арқанды қағып алып, алыста тұрған үлкен қазандыққа секіріп кетті. Қазандық аударылып, ыстық күл алаңға төгілді. Тайпа дүрбелеңге түсті. Айбар Лананы ұстап орманға қарай қашты. Олар джунглидің қалыңына кіріп кетті. Бірақ арттарынан барабан дауысы естіліп тұрды, тайпа оларды қуып келеді. Түнде олар бір тастың түбінде тығылды. Айбар Ланаға сыбырлап: "Бізді екі тайпада іздейді. Егер біз тірі қалғымыз келсе, қайыққа жетіп, бұл аралдарды бір жола тастап кетуіміз керек." Таң ата олар жағалауға шықты. Бірақ қайықты күзетіп тұрған адамдар бар еді. Айбар жасырын шабуыл жасап, екеуі қайыққа секіріп мінді. Толқын оларды ашық теңізге алып шықты. Бірақ арттарынан екі аралдың да қайықтары көрінді, енді оларды екі тайпа бірдей қуып келеді. Түн ортасында теңізде қатты дауыл басталды. Найзағай ойнап, жел қайықтарды жан-жаққа лақтырды. Тайпа қайықтарының біразы төңкеріліп кетті. Айбар өз қайығын алып қалу үшін бар күшін салды. Кенет алыстан алып кеменің шамы көрінді, бұл саудагерлердің кемесі еді. Айбар қолына от жағып белгі берді. Кеме жақындап келіп екеуін көтеріп алды. Тайпа қайықтары дауылда жоғалды. Айбар мен Лана бірнеше күннен кейін үлкен қалаға жетті. Олар болған оқиғаны айтып, аралдағы тайпалардың адамдарды құрбандыққа шалатынын жеткізді. Саудагерлер бұл хабарды билікке жеткізді. Біраз уақыт өткен соң, теңізшілер мен әскер аралдарға барып, тайпаларды қарусыздандырды. Бірақ Лана мұңайып тұрды. "Бұл менің туған жерім еді. Енді ол бұрынғыдай болмайды." Айбар оның қолын ұстап:
Енді сен еркінсің. Біз жаңа өмір бастаймыз деді. Олар қалада қалып жаңа өмір бастады. Бірақ Айбар кейде түнде түсінде аралды, барабандарды, пуманың жасыл көзін көреді. Айбар мен Лана қалада бірнеше ай тұрды. Екеуі де енді тыныш өмір сүреміз деп ойлаған. Лана жаңа киім киіп, тіл үйреніп қалаға үйрене бастады. Бірақ Айбар кейде теңізге қарап ойланып отыратын, жаны әлі де сол аралдардағы оқиғалардан арыла қойған жоқ еді. Бір күні қалада біртүрлі оқиғалар басталды. Түнде бейтаныс адамдар жоғала бастады. Қайықтар өртеніп жатты. Саудагерлер теңізден келген қара қайық туралы сыбырлап жүрді. Айбар бір түні айлаққа барып қарағанда жағалауда таныс бейнені көрді. Бұл сол алғашқы тайпаның көсемі еді. Ол да тірі қалған, қасында бірнеше жауынгер бар. Көсем Айбарды көріп тістеніп айтты. Сен біздің қасиетті заңды бұздың. Сенің кесіріңнен аралға жат адамдар келіп тайпамыздың киесін қорлады. Енді сен де, сенің сүйгенің де бұл дүниеде аман қалмайсың. Айбар қала күзетшілеріне хабар берді, бірақ көсемдер түнде жасырын шабуыл жасап, Лананы ұстап әкетті. Айбар жалғыз қалмады, ол кеме капитанын, бірнеше теңізшіні жинап, Лананы құтқаруға аттанды. Олар түнде тайпаның жасырын ордасын тапты. Қаланың тар көшелерінде үлкен айқас басталды. Тайпа жауынгерлері шоқпар, найзамен, ал теңізшілер қылышпен шасты. Айбар көсеммен бетпе-бет кездесті. Көсем қолындағы үлкен пышақты Айбарға кезет. Екеуі айқасып төбелесіп қалды. Соңғы сәтте Айбар көсемнің қаруын қағып түсіріп, оны жеңді. Бірақ Айбар оны өлтірмей, қашуға мүмкіндік берді. Мен қанға тойдым. Егер сен қайта оралсаң, бұл сенің өлімің болады деді. Көсем ашудан айқайлап қараңғылыққа сіңіп кетті. Лана аман қалды. Қала билігі тайпа қалдықтарын ұстап аралдарға әскер жіберді. Бірнеше айдан соң аралдардағы адам жегіш дәстүр біржола тоқтатылды. Мүшелері басқа аралдарға көшірілді. Айбар мен Лана теңізден кетіп, өздеріне жаңа өмір бастады. Айбар қалада теңізшілер мектебінде жұмыс істей бастады. Лана шебер тігінші болып кетті. Кейде түнде теңізге қарап отырып, Айбар күліп қояды. Біз екеуміз адам жегіштердің аралынан тірі шығып, өмір сүріп отырмыз. Бұл бізге екінші өмір сыйлаған тағдырдың сыйы дейді. Лана күлімсіреп, енді бұл өмірді бірге қорғаймыз деп жауап береді. Осылайша олардың шытырманға толы сапары аяқталды. Бірақ теңізден келген әр дыбыс, алыстағы барабан үні олардың жүрегінде мәңгі сақталып қалды.